Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін біздің студиямызда өте ерекше қонақ. Ол кісі тек қана мектептің тыныс-тіршілігін реттеп қана қоймай, ұлттық руханияттың жанашыры болып, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің майталман маманы болған кісі. Ең бастысы, осы жылы ол кісі білім саласында дараланып, ең үздік мектеп директоры номинациясын жеңіп алған үздік тұлға Капарова Динара Оңғонысқызы. Қош келдіңіз, Динара ханым. Қош көрдік. Сұхбатымызды үлкен бір қуанышты жаңалықтан бастайық деп отырмыз. Сіз осы жылы ең үздік мектеп директоры атандыңыз. Құттықтаймыз. Рахмет, көп. Сіздің осы биікке жетудің, үздік басқарудың басты құпиясы неде? Рахмет сұрағыңа. Енді жалпы биыл мен үшін ерекше жыл болды, шынында да, өйткені бірнеше мектеп директорлары қатысқан, жаңа 4 регионнан дейміз ғой, мектеп директорлары қатысқан болатын. Соның ішінен дараланып үздік директор атану, ол мен ғана үшін емес, менің ұжымым үшін де, менің шәкірттерім үшін де жалпы үлкен жетістік, жеңіс деп білемін. Енді бұл жеңіске жетуде әрине мен бір өзім ғана жетпеймін, менің артымда үлкен команда бар, ол команда ұжым. Мен директор ретінде көрсететін жұмысым ол ұжымның жұмысы жалпы, балаларымыздың, шәкірттеріміздің жеңістері, жетістіктері, өзімнің білім саламдағы жетістіктері, барлығын жаңағы портфолио дейміз ғой, сол портфолиоға жинақтай отырып, мен осы мектебіміздің Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының жұмысын көрсеттім деуге болады. Сол жұмысы үздік деп танылып, жаңа мектебіміздегі жүзеге асырып жатқан, енді өзіңде барсың ғой, ішінде сол бірнеше жобаларымыз бар, жүзеге асырып жатқан, кітап оқуға байланысты, ата-аналармен жүргізіліп жатқан жұмыстар, осылардың барлығын көрсету барысында жаңағы жюри Әділ Қазалқас үздік деп танып, сол үздік директор атанған болатын. Бұл жалпы Ұстаз Ұлытау деген қоғамдық қор бар. Сол қордың ұйымдастыруымен өткен жоба болатын. Тараз қаласында сол жаңағы үздік директор атағының номинациясын үлкен сахнада табыстады. Жақсы, өте күшті, әсерлі естіледі екен. Бойыңыздағы әдебиетші тұлғаның бұл жеңіске әсері қандай болды? Енді мен өзім қазақ тілі мен әдебиет пәнінің маманымын. 2002 жылдан бастап, жалпы мұны 24 жыл ғой еңбек өтілім. Осы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп келе жатырмын. Өздеріңе де сабақ бердім, 6 сыныптан бастап мұны қазақ тілі әдебиетін пәнінен сабақ бердім. Жалпы мен балалық шағымнан өзім кітапты көп оқитынмын. Сондықтан әдебиетке деген қызығушылығым ерте оянды. Көркем шығармаларды көп оқып, әрбір көркем шығармадағы кейіпкермен бірге жаңағы басымнан өткеріп, сол оқиғалардың барлығын солай сезінуге тырысатынмын. Сондықтан да менің қалай айтсақ, қиялым жақсы дамыған. Бұл көркем әдебиетті оқу арқылы келеді. Қиялым, бір нәрсені елестете алу, жалпы әріптестерім мені идея генераторы деп атайды. Өйткені мен кез келген бір идеяларды ұсынуда мен өзім оны жақсы көремін, ойлап тапқанды, бір ерекше ешкімде жоқ нәрселерді ойлап тапқанды. Ал ол көркем әдебиетті көп оқу. Өйткені көркем әдебиетті оқу қиялды дамытады. Оны өздеріңде білесіңдер, көркем шығарманы біз талдаған сайын әрбір жаңағы болжап көріңдер деп не үшін айтамыз, шығарманы оқу барысында әрі қарай немен аяқталады екен деген сияқты. Ол осы қиялды, әсерді адамның ерекше бір жаңағы сол кейіпкермен, сол шығармамен бірге бір тұтас боласың. Бұл қиялды дамытады. Ал қиялды дамыту ол әрине жаңағы менің қазіргі жеңіске жетуіме ол ерекше әсер тигізді. Егер мен сол жобаларды өзімнің жасап жатқан, жүзеге асырып жатқан жобаларым, оның барлығы бұл қиял болмаса, адамның арманы болмаса, шарықтауы болмаса жүзеге аспайтын еді. Сондықтан көркем шығарма әдебиетші болуым тікелей әсер етті деп айта аламын. Жақсы. Мектеп бір үлкен мемлекет қой. Мұнда күн сайын қызықты жағдайлар өтеді, және де осы сіздің осы уақытқа дейін директорлық немесе мұғалімдік тәжірибеңізде болған бір қызықты, өте әсерлі болатын, подкасттың көрермендерін толғандыратын, ойландыратын, немесе күлдіретін бір оқиға бар ма? Айтып бере аласыз ба? Әрине, енді мен жалпы 24 жыл деп отырмын ғой еңбек өтілімде. Өзім негізі осы мамандықты, мұғалім мамандығын сүйіп келдім. Өйткені балалармен жұмыс жасаған, балалардың ортасында болған маған өте ерекше ұнайды, әсер етеді.
Енді қазір директор қызметінде да ол балалармен көбірек уақыт өткізуге, әрбір баланың үнін тыңдауға тырысам. Өздерің де білесіңдер, менің кабинетіме жаңағы балалар келіп, кіріп, өзінің идеяларын айтып, бір ұсынып жатады. Ол ерекше қуантады мені. Өйткені қазіргі уақытта әрбір пікір құнды деп есептеймін мен. Өйткені әркімнің өзінің ойы бар, пікірі бар, ол барлық құнды. Енді ерекше оқиғалар, сәттер қазір дәл есіме түспей тұрғаны, бірақ мынау ең алғашқы еңбек жолымда бастаған сәттерде болады ғой, қызықтың барлығы. Өйткені ол мамандық сен үшін бір таңсық мамандықтардың бірі. Мынандай жағдай болды, бір бала, енді бұл әзіл жаңағындай күлкіге толы сәт деп айтуға болады. Мен сынып жетекшімін, жаңағы балалар, ата-аналар жиналысына келу керек қой, ата-аналары балалардың. Содан мен сұрап жатырмын, сенің ата-анаң неге келмеді, сенікі неге келмеді деп келмеген ата-аналардың сұрап жатырсам, бір бала айтады маған, менің анам келе алмаған себебі ұйықтап қалыпты дейді. Ата-ана жиналысы кеш қалыпты. Мен айтамын, қалай кеш қалыптыға ұйықтап қалады деймін. Сосын жаңағы солай ұйықтап қалды. Балалы үйдің ұрлығы жатпас дейді ғой. Қазақ жаңағы ол кәдімгі қалай бар, тура солай айтып тұр. Анам ұйықтап қалған, сондықтан келе алмады жиналысқа деп. Ал мен жаңағы тура сол кірді, ес қағылады, барсам анасы келіп тұр. Анасы енді ұйықтап қалдым деп айтуға ұялған. Сондықтан айтып жатыр, неге келмедіңіз деп мен енді өзінен сұрап жатсам, ол айтады, бір жақыным қайтыс болып еді, сондай жағдай болды деп айтып жатыр да. Сосын мен күліп жібердім де айттым, жаңа ғана балаңыз сізді ұйықтап қалды деді ғой десем, айтпа деп едім ғой деп жаңағы анасы сөйтіп жатыр да. Сол оқиға есімде. Одан кейін жаңағы мынау өздеріңе де сынып жетекші болдым, білесіңдер, уақытша болса да сынып жетекші болған кезім бар. Сол кезеңде де жаңағындай балалармен түрлі қызықты оқиғалар болды. Бір-бірімізге бір ерекше мысалы жақындастырудың бір себебі ол бір-біріңе сыйлық сыйлау. Негізі, сыйлықты жақсы көріп бір-бірімізге сыйлау, шынайы ниетпен сыйлау, ол адамды жақындастырады. Сондықтан біз сынып болып өздерің білесіңдер, ұйымдасып, әркімнің туған күнінде ерекше бір құттықтауларды ұйымдастырып, әр балаға әркімді құттықтаған болатынбыз, сыйлығын табыстап, жаңағы тортын беріп деген сияқты. Бұл да жақындастыра түседі балаларды. Одан кейін жалпы енді білім инновация лицейінде де істедім. Сол кезеңде де мен де өзімнің 2 сыныпты жібердім ол жерде де. Жалпы сынып жетекші болу мен үшін үлкен бақыт. Мен сынып жетекші болғанды жақсы көрем, баламен жұмыс жасаған жақсы көрем. Қазіргі күнге дейін сол балаларым араласам, және солардың қазір үйлену тойларында жүрмін қазір. Былтырдан бастап, университет бітіре бастағаннан бастап, әр балам жаңағыдай үйлену тойларына шақырып жатыр. Ұстаз үшін одан атқан бақыт жоқ. Осындай қызықты сәттер енді есімде, қазір дәл бір есіме түспей тұрғаны тағы да. Өте көп оқиғалар бар екен. Жақсы. Тіл маманы ретінде айтыңызшы, қазіргі балалар көптеген сленгтер, смайликтер, қысқартып жазуларды көп қолданады. Және де біз үздік мектеп ретінде онымен қалай күресеміз деп айта аласыз? Өте дұрыс. Жалпы бұл жерде мынандай мәселе. Неге біз қазіргі уақытта тілімізді шұбарлау, немесе жаңағы қысқартып жазу деген сияқты мәселелер орын алады. Әрине түсінемін, диалектілер бар. Ол диалект деген ол бар нәрсе, әр өңірдің өзіне тән сөздері. Бірақ бұл жерде біз бұл диалектімен емес, бұл жерде жаңағы сленгтермен, түрлі жастардың тіліндегі жаргон сөздері дейді, неше түрлі сөздер бар енді. Бұның барлығын мен бірден бір жою себебі ол кітап оқу деп айтам. Тағы да айтам, өздеріңе де айтатынмын, кітап оқу. Енді сосын тағы бір мәселе, мысалы мен өздеріңмен WhatsApp желісі арқылы сөйлескен кезде көп балалар жаңағындай қысқартып сөйлейді. Мысалы қандай сөздер? Не істеп ватсың деген сияқты сөздер. Тағы ол не істеп ватсың деген қысқартып та жатқан жоқ қой, не істеп жатырсың деген сөз. Мысалы ол тілді құртады бұндай нәрселердің барлығы. Сондықтан да әрбір жаңағы бала болсын, ұстаз болсын, әрбір адам болсын, WhatsApp желісінде болсын, жаңағы сөйлеген кезде болсын, әр сөзін толық жеткізетін болса, ол не істеп жатырсың деген сөзді ол білмейді емес, біледі ғой, тура солай жазылатын. Бірақ оған ыңғайлы, не істеп жатсың деп жаза салу.
ал ол оны ойлап жатқан жоқ, ол тілімді құртып жатырмын деп ойлап жатқан жоқ. Сондықтан да сол не істеп жатсың деген ол не істеп жатырсың деп сұрақ белгісі болса сұрақ белгісін, нүктесі болса нүктесін, леп белгісі болса леп белгісін қойып тура солай жазатын болса, оған ол уақытымды құртып жатырмын деп ойламасын әр адам. Мен оған, яғни мен тілімді сыйлап жатырмын деп қабылдау керек. Сонда ғана жаңағындай ол тура сауатты жазған адам сауатты ойлайды алады. Сондықтан сауатты жазуға тырысу керек. Сауаттылық деген ол ең маңызды нәрселердің бірі. Тағы бір мен мысалы жаңа оқиға есіме түсіп жатқаны, мысалы мен еңбек жолымды енді бастаған кездерімде жаңағы айлықты банкоматтан алады, сол кезеңдерде мысалы біз барамыз да қазір кез келген, мысалы ұялы телефонымызда болсын, банкоматқа барғанда болсын, не істейміз, оңайырақ түсінеміз деп орыс тілін таңдаймыз. Ал сол орыс тілін емес, керісінше қазақ тілін таңдауға тырысу керек. Мысалы мен де оған дейін бұрын мән бермейді екенмін жас кезімде. Содан маған бір бала өзіме осындай бір қазақ тілінің мәртебесі туралы бір дискуссия болды да, сол кезде бала маған сұрақ қойды. Мұғалім, мысалы сіз өзіңіз банкоматқа барған кезде қай тілді таңдайсыз деп. Сол кезде бірақ ойландым мен шынында да орыс тілін таңдайды екенмін ғой. Қазір міне сол күннен бастап мен қазақ тілін таңдаймын. Банкоматта, жаңа ұялы телефонда да жазған кезде де мен ың болса ың қоюға, н әріпімен жазбаймын. Мысалы не істеп жатырсың дегенде н-мен емес, жатырсың деп кәдімгі ың қоюға, сұрақ белгісін қой. Өйткені оның барлығы дағдыға айналып кетпеу керек. Сен тура солай жаза берсең, солай сөйлей берсең, ол дағдыға айналып кетеді. Дағдыға айналдырмау үшін, ал дағдыдан айырылу қиын ғой. Сондықтан да дағдыға жаңа айналып кетпеу үшін оны қалай естисің, қалай жазылу керек орфографиясы бойынша. Солай жазып, орфоэпиясы бойынша айтып, тура осы заңдылықтар не үшін керек бізге? Ол сақтау үшін керек. Сондықтан сақтау керек деп есептеймін барлығында. Және мынау егер де қазақша баламасы болып тұрып, қазақша аудармасы болып тұрған сөзді не үшін орысша қолданамыз? Соны да дағдылыға айналдыруымыз керек. Жаңағы кез келген, мысалы остановка деп қолданамыз әлі күнге дейін. Неге аялдама демеске? Әп-әдемі керемет сөздеріміз бар. Соның барлығын қазақша нұсқасын қолданатын болсақ, ол сенің дағдыңа айналдырады. Сен ойлама, мен ғана ғой сөйлеп жатқан. Бір мен өзім шешпеймін ғой тілдің мәселесін деген. Сен басқа бір екінші адамға әсер етуің мүмкін. Екінші, ол да басқа адамға әсер етуі мүмкін. Сөйтіп көш түзеледі. Шынымен де мен өзім әлеуметтік желіден оқыған болатынмын. Бір оқиға естігем, яғни сен өзің қазақ тілін нақыштамай, осы дағдыға, осы орысша сөздерін айтып жүріп дағдыланып кетсең, сенің болашақта балаң да сенің жазғаныңды сол оқып, сіз де осылай жазасыз ғой, неге мен сізге осылай жазбасқа деп жаңағы қайтаруы мүмкін да, сол кезде сен өзіңге алып қаласың. Қазақша сөйлеу сән. Қазақша сөйлеу мода деп айтады ғой қазіргі уақытта. Ол қазақ сенің ана тілің, сенің дүниеге әкелген анаңның тілі, сенің өзіңнің тілің. Сондықтан да оны құрмет тұту әр адамзаттың парызы, міндеті деп білемін. Осы бүгінгі TikTok желісінде көп отыратын, Instagram желісінде көп отыратын, осы интернетке телміріп қалған балаларды, осы абайдың толық адам концепциясын, жыраулардың рухын сол баланың бойына сіңіруге бола ма? Мүмкін деп ойлайсыз ба? Болады, әрине. Біз қазір енді TikTok желісінде, мысалы мен өздерің білемін, сабақ беріп жүрген кезде, мен өзімде TikTok деген жоқ әлі күнге дейін, аккаунтым ондай жоқ. Енді бірақ TikToktан енді көріп жатамыз, кейбір балалар көрсетіп жатады, сонда TikTok желісі арқылы қазіргі уақытта әлеуметтік желі арқылы тәрбиелеуге болады баланы, бірақ оны қалай тәрбиелейміз? Қазіргі балалардың сұранысына қарай әкелу керек. Тура қатып қалған бұрынғы жаңағы немен келсек, оны бала алып кетпеуі мүмкін. Мысалы қазіргі уақытта жаңағы жыраулардың терминдерін неге рэп ретінде айтпасқа? Мысалы, ол қазіргі заманға актуалды ғой енді. Сөйтіп тура сол ана жырауды сонда бала мысалы оған қызығуы мүмкін. Немесе неге түрлі жаңағы аниме ретінде түсірмеске? Мультфильм ретінде, балалардың қызығушылығына қарай. Енді әрине біз заман өзгермейді, адам өзгеріп жатыр ғой. Адамның сұранысы сондай болған кезде біз енді бұрынғыны айта беру, ол еш нәрсе болмайды. Мүмкін жаңағындай қазіргі заманға сай алып келу керек шығар сол дүниелерді. Балалар меңгеру үшін. Жаңағы анимелер болсын, жаңағы рэп дейсіз ба, тағы да не дедің, анау не дейтін еді, суреттер
салынатын комикстер, атын тілемеймін, комикстер ретінде ұсынуға болады деген сияқты. Сөйтіп солай жасап жатыр да қазір. Бірақ ол азшылық етеді, сондықтан да солай алып келсек. Мысалы, неге балалар анау қазір мультфильмдерден, мысалы, орыс тілді мультфильмдерді көп көреді канал, ал олар тартып алады, бауырап алады. Тура сондайларды біздің Қазақстанда да шығаруға болады деп ойлаймын, қазақ тілінде. Тіптен біз өзіміздің кішкентай кезімізде өте көп балапан арнасынан болсын мультфильмдер көретінбіз қазақша, және де осылай дағдыланып кетіп, қазір қазақ тілінде толыққанды сөйлей аламыз. Ал қазіргі біздің балалар әрине олай істегісі келмейді, бірақ негізі оларға деген көп жаңағы ұсыныстар бар. Мысалы, TikTok желісінде бір аялдамада отырып автобус күткен кезде де, автобустың өзінде де адамдармен осылай камераны қосып қойып, қазақша сөйлеп, сұрақтар қойып, негізі бір түсіндірмелер жасауға болушы еді деп ойлаймын. Тағы бір қоса кететінім, осы мен пойызда келе жатырмын. Сол пойызда келе жатқанда бір әже немересімен келе жатыр. Сонда мен қарап отырмын, жаңа немере қазақша сөйлеп, таза қазақша сөйлейді. Жаңа қуыршақтарды сөйлетіп отыр да, бір-бірімен. Құрбым, сәлем деп, жаңа қалың қалай деген сияқты, таза ешқандай не жоқ. Мысалы, құрбымды подруга деп айтып жатқанда жоқ, құрбым деп кәдімгідей жүр, менімен бірге, менің үйіме қонақ бол деген сияқты, жаңа керемет әдеби сөздермен сөйлеп отыр. Анау бір 4-5-тегі бала енді. Сосын мен қызығушылық таныттым, ол енді бірнеше жыл бұрын. Сосын жаңа әжесінен сұрадым, әжесі, немереңіз тазақша қазақша сөйлейді екен. Бұл сіздің еңбегіңіз ба, негізі ата әжесінің қолында болған бала солай таза қазақша сөйлейді ғой деп едім. Әрине, енді бізде солай тәрбиелеуге тырысамыз, бірақ сонымен қатар деді, бұл балапан арнасының, жаңа өзің айтпақшы, балапан арнасының еңбегі. Біз қазіргі каналдардың ішіндегі орыс тілдегі жаңа каналдардың бәрін алып тастағанбыз дейді. Неден болады ғой жаңа телевизорда. Сол алып тастағанбыз, сол тек балапанды ғана көреді. Қосылып тұратын балапан, сол үйретіп жатыр. Яғни баланың миы, білесіздер, ол таза қағаз, ақ қағаз сияқты, немесе жаңағы губка сияқты тез сіңіріп алады барлығын. Сондықтан да сол арнада барлығын көрген, қазір бала өзі қайталап соны жасап жатыр, сөйлеп жатыр сол. Ешқандай жаңағы. Ол басқа тілді негізі меңгеріп алады ғой. Мен орыс тілді мүлдем үйренбе демеймін, білу керек әрине. Орыс тілді де білу керек, ағылшын тілінде білу керек, тағы қай тілді білгің келсе біле беру керек. Бірақ басты төрде қазақ тілі тұру керек. Сонда мысалы жапондықтарда солай ғой, 7 жасына дейін бірінші баланы өзі тілімен, ана тілімен, дәстүрімен, рухымен, бәрімен қаруландырып алады. Содан кейін ғана барып басқа тілдерді үйрете бастайды. Міне ешқандай алысқа бармай-ақ мысал ретінде осыны алуға болады. Дұрыс айтасыз. Әлеуметтік желідегі виртуалды әлем баланың ұлттық тәрбиесіне, санасына үлкен қауіп төндіріп жатқандай. Және де сіз үздік директор ретінде айтыңызшы, жаһандану дәуірінде баланың қазақи болмысын сақтап, желінің зиянды әсерінен қалай қорғануға болады? Желінің зиянды әсерінен. Жақсы сұрақ, рахмет сұрағыңызға. Енді жалпы бұл заманның сұранысы дедік қой жаңа. Жасанды интеллект, әлеуметтік желі, біз одан қашып құтыла алмаймыз, Ол қаласақ та, қаламасақ та біздің өміріміздің бір бөлшегіне айналды. Енді тек қана біз қазіргі уақытта мектеп бағдарламаларына осы жасанды интеллектті қолданудың, жаңағы медиа сауаттылық деген сияқты осындай жаңағы бағдарламалар еніп жатыр. Енді осы бағдарлама, біз қазір уақытта барлығын бір жағынан енді жасанды интеллект жақсы әрине. Кез келген нәрсені уақыт құртпай-ақ тез жасап аласың, немесе жаңағы кез келген ақпаратты қолжетімді тез ала аласың деген сияқты. Бірақ ендігі нәрсе бізде тек қана оны сол төменгі бала бақшадан бастап оның қолданудың бір ережесі болу керек сияқты. Сол ережесін біз қалыптастыруымыз керек деп есептеймін. Әрине ол отбасыда байланысты. Отбасы, мысалы мен өзімнің жақындарым бар, достарым бар. Сол әлеуметтік желіде қоюды бір бала кезінен, кішкентай кезінен қалыптастыру керек. Жаңағы бір уақыты бар өзі, белгілікті. Сосын қазір ата-ана бақылау деген нәрселер бар, оны да қосу керек міндетті түрде. Ол ата-ана бала ойламау керек, менің жеке шекарам өтіп жатыр деген нәрсе емес ол. Бұл сақтау. Баласын сақтау. Қазір алаяқтық толып жатқан заманда баласын сақтай алу. Кез келген ата-ана баласының жаңа алаяқтарға құрбан болып кетпеуін
қалайды ғой. Сондықтан да ата-ананың да бақылауы, өзі бізде бар қазақта, сақтансаң сақтайды деген сөз бар. Сондықтан сақтансаң сақтайды, немесе бір тартып бір жіберіп отыру деген нәрсе бар. Баласын сырттай бақылап қойып, әрине оның қызығушылығына өзі де қызығушылық тудыру ата-ана бірге. Сол мысалы жаңағы қазіргі мен ата-аналарға айтар едім, мүлдем тыйым салып тастауға болмайды еш нәрсеге. Ол бала өзі ұстап, көріп, біліп, абай атамыз айтпақшы, сойтып жетеді ғой соның барлығына. Ненің ақ, ненің қара екен, солай ажыратады. Ол өзі келу керек сондай нәрсеге, тұжырымға, мынау ақ, мынау қара деген тұжырымға. Ал ата-ана оған қолдаушы, көмек көрсетуші болу керек. Сонда мысалы жаңағы егер ол 91-ды тыңдаса, мысалы жақсы көрсе баласы, мүмкін оған қызығушылық тудыру керек ата-анада. Ол да зерттеп көру керек. Ол қандай не? Сол бір 91 арқылы да жақсы жаққа тәрбиелеуге болады баласын, мысалға. Деген сияқты. Мысалы комикске жаңа қызығушылық тудырса, сол арқылы баласына бағыт бағдар беруге болады. Ол да қызығушылық тудырған сияқты. Оның жаңағы баласының немен айналысып жатқанын, ол кімді жақсы көретінін, қандай достармен араласатынын, әлеуметтік желіде көбірек нені көретінін, мүмкін сол тақырыпта онымен бірге отырып бір талқылау керек, бірге отырып, бірге көру керек сол әлеуметтік желіде. Кәні көрекші балам, не көріп жатсың? Маған да қызық сенің не көріп жатқаның деген сияқты. Сол кезде бала ашылады, сөйтіп сол арқылы ғана балаға дос болу арқылы ғана біз құтқара аламыз. Хакім абай айтпақшы, баланың туылғанда есімі жақсы болу керек, оның жаңағы ортасы жақсы болу керек, және де кіммен сөйлесіп, кіммен араласатыны да әсер етеді, сондықтан осының бәрін сақтаған жөн. Енді мен сізге тез жауап беретін бір сұрақтар қойсам, директорлық қаталдық па, әлде әдебиетшіге тән нәзіктік пе? Мектеп басқаруда қайсысы көбірек көмектеседі? Мен өзім енді қатал директорым деп айтамай. Қысқа ғана жауап бермір қоя? Екеуі 50-50 дейін. Жақсы. Бүгінге жасөспірімге міндетті түрде оқу керек 2 кітап. Өйткені сіз жаңа айттыңыз ғой, мен кітаптардың кейіпкерлерін осы оқу арқылы мен өзім қиялымды дамыттым деп. Әрине, бірінші Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, ол тарих. Одан кейін енді өте көп қой кітаптар. Соңғы мен өзімнің мысалы ерекше әсер еткен ол Міржақып Дулатұлының Бақытсыз жаман шығармасы. Ол романдардың ішінде, Енді одан бөлек тағы соңғы оқыған шығармаларымның бірі кім? Ғабит Мүсірептің Ұлпан романы, мысалы, ол оқу керек деп есептеймін. Ол әрі тарих, әрі әдебиет. Әр кейіпкердің өмірі өте ерекше, және де сол арқылы сен өзіне де жаңағы кейіпкердің қасиеттерін өзіне де сіңіріп алуға болады. Келесі сұрағым, қазіргі қазақ жастарын сипаттайтын басты бір сөз. Креатив. Оны қалай түсіндіресіз? Креатив, яғни кез келген идеяға ашық. Жақсы, рахмет сізге. Бүгінгі осы подкастыма келгеніңізге рахмет, көп алғыс айтам. Осы сіздің ең үздік мектеп директоры атанғаныңызды тағы да бір рет құттықтаймын. Осы бүгінгі подкасттан әр бала, әр оқырман, әр жас, ата-ана болсын, қай адам қарап тұр, ол кісі өзіне рухани азық алды деп ойлаймын. Өйткені сіздің жаңағы өзіңіздің бөліскен кеңестеріңіз болсын, айтқан ақылдарыңыз болсын, өте көп әсер етеді деп ойлаймын. Рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Барлық жалпы қазіргі ұстаздар, ол кісілердің де ата-ананың да бәрі мақсаты бір, болашағымыз. Сол болашағымыз аман болсын. Өздерің аман болыңдар. Біз сіздермен мақтанамыз, жастармен. Рахмет. Сіздер құрметті көрермендер, подкастқа лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.